күндіз көретін шығарсыз, бірақ көбінесе азмаш форматты түнде көреді. Мен ұйықтағанда көремін, маған өте көмектеседі видео қосып ұйықтап қалу. Ойбай, мен өзіме микрофон сатып алдым. Біраз болды сатып алғаныма. Микрофонға наушник сатып алдым. Енді мен өзімді жақсы естіп жатырмын. Және бөлмемде болып жатқан әрбір сықыр тықыр деген дауыстар, асқазанымдағы дыбыстар бәрі естіліп отыр. Өте қызық ощущение. Бүгінгі видеоға мен көп ойландым, не түсірсем екен деп. Не түсіретімді білмеймін, әрең таптым. Идеяны әрең таптым. Бүгінгі видеода мен сіздерге мақал-мәтелдерді оқысам деген ойдамын. Қазір мақал-мәтел қосып қойдым. Экранға мақал-мәтел қосып қойдым. И соны сіздерге оқып, сондай бір шепотпен, ақырын дыбыспен, ақырын дауыспен оқып берсем деген ниеттемін. Менің кажется, түс ауысып жатқан сияқты. Мен микрофонымның түс ауысып жатыр. Мен кішкене қозғалған сайын менің камерам да менімен бірге қозғалып жатқан сияқты. Біз мынаны бірдеңе қылып тоқтатпасақ. Бір түске қойып қойсам жақсы болар еді. Осы дұрыс па? Дұрыс сияқты осы. Осы дұрыс. Қазір бізде туған ел туралы мақал-мәтелдер шығып тұр. Ең бірінші. Өзі ең бірінші сол туралы шықты. Соны қоса берейік. Соларды оқи берейік. Туған ел туралы мақал-мәтел. Сары ала қазы келін аңсайды. Сары ала қазы келін аңсайды. Ер жігіт елін аңсайды. Туған жерге туын тік. Ер елінде, гүл жерінде. Елін сүйгеннің еңсесі биік. Жер алған ер, жер сатқан қара жер. Бір түрлі бір. Кісі елінде күркірегенше өз жеріңде дүркіре. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас.
өз жерінде гүрілдер. Қараған өз жерінде гүрілдер. Ақыл тозбайтын тон, білім тозылмайтын кен. Білім арзан, білу қымбат. Оқу білім азығы, білім өмір шырағы. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Қызық, я екеуі бірдей ғой, бірақ былай қарап тұрсаң. Шәкіртсіз ұстаз тол, алтын алма, білім ал. Мағынасы бар. Шәкіртсіз ұстаз тол. Мақалы ұстаздың еңбегімен мағынасының шәкірттер арқылы айқындалатынын білдіреді. Шәкіртсіз ұстаздың еңбегі мағынасы себебі ұстаздың білімі мен тәрбиесі шәкірттер арқылы жалғасады. Алтын алма, білім ал. Алтын алма, білім ал. Мақала білімнің материалдық байлықтан маңызды екенін көрсетеді. Мақал білімнің материалдық байлықтан маңызды екенін көрсетеді. Себебі білім өмірді байытып, жаңа мүмкіндіктер ашады. Екі мақал бірге білім мен тәрбие берудің және мұғалім мен шәкірттің өзара қатынасының маңызын көрсетеді. Өте пайдалы ақпарат болды. Ғылым теңіз, білім қайық, кітап алтын қазына. Өмір үлкен мектеп. Білімнің басы бейнет, соны зейнет. Тура тілді тия алмадым, туғаныма сыя алмадым. Мағынасын көрейік. Бұл мақал-мәтел адамның шыншыл мінезі мен турашылдығы кейде қиындықтар тудыратынын көрсетеді. Адам ашық сөйлегені үшін жақындары арасында қабылданбау немесе шеттелуі мүмкін. Бұл шындықты айтудың әрдайым оңай еместігі және адамдардың оны әртүрлі қабылдайтынын білдіреді. Білгеніңді сөйлеме, не сөйлегеніңді біл. Кейде ойланбай бірінші аузымызға келгенді айтып, кейін ойланатындай сондай қылып келтірді. Кіш деп айтуға тілі жоқтың көзін қарға шоқыр. Кіш деп айтуға тілі жоқтың көзін қарға шоқыр. Мағынасы: бұл мақал адамның кішіпейіл болып, қажет кезде көмек сұраудан ұялмауы керектігін айтады. Егер адам өз қажеттіліктерін білдірмей, көмек сұрауға қабілетсіз болса, ол қиындықтарға тап болуы мүмкін. Кішіпейілдік пен басқаларға құрмет көрсету маңызды екенін ескертеді. Тәттіден де тәтті тіл, ащыдан да ащы тіл. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Кісінің кісілігі киімінде емес, білімінде. Ақыл дос, ашу дұспан. Дегенді мағынасын айтайық, бірақ түсінікті болса да оқығым келіп тұр. Бұл мақалдың мағынасы: ақыл мен әрекет ету достық пен жетістікке әкеледі, ал ашуға берілу дұшпандық пен қиындықтар туғызады. Ақыл ойды қолдану арқылы дұрыс шешімдер қабылдап, өмірде табысқа жетуге болады. Ал ашу сезімі керісінше зиян келтіреді.